видеоға түсіріп ал. Бізде 15-ші микрорайон 994-ші домда отопление нашар. Міне осында насос қойып берген. Бұл дыңылдап мазаны алады. Міне, бұл қаншалықты бізге осында болу керек. Міне насосты өшіріп қойдық. Осында тишина болып тұр. Алалды қос қойды. Қазір қосыңызшы. Міне осы дұрыс па? Дыңылдап тұрған адам мазасын алады. Бұл и то 100% жылт тұрған жоқ. Выборочно жылдат и домды. Насос өшкен кезде выборочно жылтып тұр. Но бұл қаншалықты? Бұл свет айналып тұр ғой. А кім светін төлейді? Жоқ, бұның светін кім төлейді? Тоқпен. Сонда мынаның свет, мынаның дыңылдаған свет мен төлеп жатырмын ба? Үйіңізде счетчик тұр ма? Иә. Соған карточканы төлеп жатсыз ба? Иә. Бұл пайдаланғанды төлеп жатсыз бұдан енді. Жоқ, енді маған интересно ғой, мынаның светін кім төлейді? Ну, бізге имеется в виду, жительдерге бөлінбейді ғой. Жоқ, иә, жаңа сен табалдырығында келіп тұр ғой, 3-ші этаж маған да естіліп тұр. Вибрация жоқ мына жерде. Мына қосты. Жоқ, сіздер неғып кішкентай Мына жерде вибрация. отырсыздар, ондай мына үйлерде жоқ, білмеймін, апамыз тұрады ғой, мына қарама-қарсы үй. Насос жоқ. Насоссыз-ақ келіп жатыр отопление. Жоқ, аға, просто шы, насос ладно тұр ғой, светоште біз не істейміз, қыстың күні дауыл болып свetoш қалса біз светсіз, сонда жылусыз, ыстық сусыз үйде үсіп қаламыз ба бір аптаға? Бір реттеге дауыл болып берді. Қатады ғой, мейлі қыстың күні Светошты ал, не істейміз біз? Үсіп қаламыз ба үйде? Кішкентай балалар бар, 2 айлық баласы бар, например, көршімізде, 1 жасар баласы бар. Айта салайын? Иә, соны көрек. Насос жоқ. Аға, Насос на крайнем случае қойылатын насос өшсе біз Почему-то бұл үй проблемасы насосы шешіледі. Исмердің бастығына бару керек. Иә, сізге уақыт созу керек. 5 жылдан кейін. жақсы болды. Иә, Халыққа тынышталады. Жоқ, бар ма жоқ па көші. Допустим, сіздерге сетіп тұрмын да, насос жоқ. Бардық, көрдік, насос жоқ. Қасымызда үй насос жоқ. Давление ТЭЦ-қа жауап тұрсыз. ТЭЦ-ке вообще Адамдарға жетіп тұрады да қалай біздің домға жетпей қояды. ТЭЦ-те келді ғой. Застройщигінен сұрасын, ТЭЦ-тің қатысы жоқ деді. застройщикте келеді ғой, анау системаны жүргізген адам да келеді. сен шақырдың ғой. Мына насосты алып тастап, мысалы, әр подъездің жоғары жағынан обраткаға елулік кішкентай циркуляционный насос қосашы. Вообще береді. Кішкентай. 1, 2, 3, 5 подъездің ең Ол да түйен екен, өткенде айтты. Ол кішкентай насос тоқтала ма? Целый стоит. жоқ, несі бар ғой, әрқайсының мощности бар. Күнде насос жоқ. Кішкентай. Бұған сәл не керек? Логично болды, иә. Әр стояктың әшейін просто әшейін. Өз-өзін айдап, жоғары көтеріп түсір жіберсе болды ғой. 20 жылға шейін тұра берме, жері соқсыш. 20 жылға шейін тұра берме, жері соқсыш. Жоқ, басқа халықтар сондай Сатқанда да оға ғой, мына жылы деп өтіп қалай айтып кетіп, мысал ретінде көшетін болсақ. жоқ, мені 5 волнует жылға дейін жаңағы тұрасың, 5 жер жылдан тұрса сата бастап. мақтаған үйіміз бар. Свет өшкендегі айтасыңдар. Свет өшсе үй суыт бар. Бізге бар ғой, біздің үйге ше осының системасын жүргізген адам келген, соның өзі білмей кетті ғой. тұрғанда шешілмейді. Отопление системасын жүргізген адам Ол не керек деп тұр ғой. соның өзі білмей кетті. Дұрыс соны маған Жоқ, просто бұлар Тыңдаваңыздаршы, қазір насос өшкен кезде кімнің үйінің выборочно суыда ха үйлері? Бәрі сіз болды ғой, кеше өшіргенде. Бәрі суды. 2 күн бәрі ыстық су неге болған жоқ? Насос қоймаса, шеткі жақ суық болып кетеді, а насос сыйды. Аха. Сондай Екі қабырға жақ, мына домның да қабырғасы, мына домның қабырғасы 1-ші этаждан 5-ші этажға дейін суыйды екен. Оны кім дана жоқ, данадан ақ білуге болады, ана үйдің астында мотор бар ма, жоқ па қазір.
сол үйдің апаларымен Қай- қаяқта қай домда тұрады? Жоқ, оны ана кісі айтып тұр ғой, қазір жоқ деп тұр насос. Жоқ деп тұр ғой. Бірегеуін қоссам ба? Жоқ, ол системасы дұрыс емес. Иә. Системасы дұрыс емес десек мойындамай тұр ғой. Микрорайонда мысалға домдар испокон веков без насоса жүр. Системаны проектімен істелінеді ғой деп жатырмын ғой мен ше. Соны неғып причинасын іздемейсіздер. Қай жерінде несі дұрыс емес, не үшін ол тек қана насоспен істейді ол. Насоссыз не үшін істемейді, не үшін тексермейсіздер. бәрінікі бірдей ғой. Әртүрлі емес қой. Системасы да бірдей, үйдің сырты да, стройкасы, балконы бәрі. Причинасын іздеңіз келмей тұр ғой сіз, иә, просто. Жоқ, жеткізсін басшылығына жеткізсін. Сояқта представительдік. Ол ғой енді. Телевидениеға береміз. Қара ойларын тексереміз. Бүкіл квартираны қарап Или былай причинасын жасаймыз, былай жасаймыз, насосты өшіреміз да. Причинасын іздеңіз. Тринаждан қолап қойып. Мүмкін Ол давайте. кезде мен істедім ғой өтіп. Жоқ, мынау үш подъезд, давайте бәріміз бір уақытта ашып, бірдей қолап қойып. Может, между подъездами воздух. Ол қазір қандай болады жағдай? Циркуляциямен ол воздух алып кетеді, бірақ воздух қалып қала береді. Ол қазір мынандай жағдай болады. Қазір насосты өшіреміз. Бүткіл дренаждарды қолаймыз, үй ысиды қазір. Уақыт өткен су. Аха, өткені мен мына подъезден примерді. Иә, өткенде насос өшіп тұрды мына жерде ше. Мына үй суымайды, мен ойлап қалдым да, қалай мына үй суиды. Итог выборочный. Келем, воздухын шығарамын, кетем. 1,5 күн, 2 күн қайттан звондайды. Жоқ, үйім қайтып суып кетті. Қайттан Енді келем. причинасын іздеу керексіздер ғой, не үшін ол дұрыс істемей тұр. Сөйтіп барып уже насосты қосып еді, тең жұмып кетті бәрі. Шум пайда болды, әкелдік те жаңа вибрационный ставканы қойдық. Мына үй басылды да, мына үй қайттан шум шыққаннан кейін айтудым, қайттан айтты, жаңағы насос сатқан адам ғой, айтқан вибрационный ставка қойсаң, насостың өзінің заводской шумы ғой деді. Қойсаң, бәрі де басылады, әңгіме өшеді деген. Вибрационный ставканы көріп ғой, иісі қалай дірілдеп тұр жаңағы. Иә, оны енді қазір көріп тұрмын ғой. Вообще көмектеспей. Бағана звоноктан кейін сразу соған звондадым. Иә, өткенде де звондап қойғанмын, ол атынан есімнен шығып кетті. Звондап едім, ол неде жүрдім, командировкада жүрдім, понедельниктен келейінші. Осы жағдайдың бәрін айтқам, жителдер жиналып жатыр, жалып жасап жатыр. Кел, насосты бір жаңа шығарып бер көке. Сен айтқан нәрсе, өзі ақша төле. Насос. Өші насостың, үйдің суылғаны, оған мен жауап беремін. Мен шынымен жауап беремін. Нағыз ғой. Жоқ, аға, Сабыр сақтап отыра бердік қой. Осы бір жыл сабыр сақтадық. Жоқ, мына жерде дауыс көтеріп халыма жай айтайық деп жатыр. причинасын іздесеңіздер, ешкім жасамайды ол. Жаурағаннан кейін басында үй берген кезде Шешеміз десеңіздер, біз былайырақ кетіп қаламыз. Шешіңіздер, пожалуйста. Сен айқайлағанда ештеңе қазір данный момент шешіле қалмайды. жоқ, айқайлағанда емес, мен өз ойымды жеткізіп жатырмын. Мен өз ойымды айтып жаурағандар жатырмын. шырлап жатыр, өйткені біз 4 күн қатып қалған адамбыз. Баламыз уже грипповой тек Вообще жатыр. тем более угловойда Жаурағандар жыламайды. айқайлау керек, біреу өлу керек, содан кейін барып Кіммен Болат аймақ. Ғазиз ағамен кішкене бір ауыз сөйлесіп, можно решить проблему? Можно, но сегодня по-любому суббота. жоқ, сізге міне қазір Ғазизға барып кетіп тұрған жоқпыз ғой. Иә, понедельник күні мен жақта информация аламын да. С понедельника уақыт Әрекет ету керек қой просто. Давайте на Бізге- телефоне будем, бір адаммен контактировать етіңіз. Загс номері Иә, сіздің телефоныңызды звондап жіберемін, общий чатқа сала салыңыз да, сіздің нөміріңіз бар, басқа ешқайсының нөмірі шатасып отырмыз. Келетін мысалға келатырмын қазір боламын дейді ғой по-любому. Сол моментте звондап чатқа сала салыңыздар да, шығыңыздар, пожалуйста. Ол кезде тіптен жақсы. Көбірек адам Сол кісімен да, напрямую да. маған да қызмет айта жүрген арасында тұрған мен. Бастық па келейін деп жатқан? Бастық па? Ғазиз деген насостың проблемасын айтасыз. Бізге насос бірдеңе проблемасы керек жоқ. Бізге үй жылу керек насоссыз болды. Иә. Сіз қазір 5 жылдан кейін айтасыз. Иә. Қайқа кетпей қалады. Сол әңгіме. Пока тұрған еш жерде Сілтемесін жібересің ғой? YouTube-қа саламын, сілтемесін жібересің ғой? Өзім YouTube каналым бар. ашуға Посылка істеп қоямын. айқайлаймыз, біз Бала шағаны жылаймыз. ойлаймыз. Бала шағаны ойлаймыз. Енді түсінсеңіз, өзіңіз осы жерде тұратын адам сияқты қылып решать етіп беріңіз. Бізге насоссыз өмір керек. Болат мырза, біздің бір ауыз сөзіміз насоссыз жылу керек болды. Мына 3-ші этажға дейін не істеп? Не үшін ол шуда жағдау керек? Не үшін екі баласы бар, басқасы бар? Иә, вибрация. Мен екінші подъезде тұрамын, маған естіледі.
бірінші подъезд. бірінші подъезде тұрамыз. Оған да естеп. Ана через трубу арқылы кетіп тұрған да. мына кісілерге вообще шығар милар Стена дірілесен. Жоқ, в общем, проблеманы шешем деп тұрған жоқ. Насос Насос мынандай, насос көбейту керек, мен оған звондадым деп отырсыз. Керек жоқ қой. болмаса насоссыз өмір деген забастовка жасайық. Жоқ, насосты өшірейік. Насоссыз өмір керек жоқ насос. Бір вариант жасап көрейік, өзіміздің амалдап бәрімізде оқыған адамдарымыз ғой. Бір вариант насосты өшірейік те, әр подъездің 5-ші этажына бір стояктан, мысалы бір подъезде 3 квартира, әр адамның 5-ші этажда хозяиндар бар, онда дренажды спускать етейік, одновременно бәріміз. Сөйтіп прогонка жасап көрейік. Өткені 5-ші подъезд, мысалы мен өзімнің жағымнан да, басқа жақтан да дренажды ашып, ауа кәдімгі конкретный шығады да. Ол накопление ғой, мысалы бір квартираға барады, бір жерде трассада жиналады, біреуінде жиналады, ана жақтан жиналады. Оның пайдасы тимесе, зияны тимейді. Давайте просто дренаж ағып кетіп жатқан су ғой, одновременно сольем, көрейік. Может где-нибудь между, үлкен трассада между ними может быть, да? Ауа. Қазір циркуляциямен ол давлениемен насоспен айдап жіберіп жатыр, ол кетіп жатыр. Ауа қалып жатыр ғой. Давайте одновременно просто өзіміз бір амалдап көрейік, ертең қай уақытында бізге ертең понедельникке қарай, если такая же ситуация будет, уже будем обращаться. Ертең емес, қазір Қазір неге керек. сенен сұрақ? Қазір мынау балалар тұр ғой, бәріміз әркім подъезде кірсін де 5 подъезде сұрап. Мысалы біздің блокта қазір өшірейік, анау насос қосылмай тұрған кезде де ол үй жылып тұрды. Я біздікіде жылып тұрды. Жылып тұрды. Ең крайнялар суық болады. Насос Иә. именно да. Мен бір түсінбейтінім. Бір екінші этаж суық болады да 3, 4, 5-ің жеп-жылы. Между, мен әлеуметтік группада жазып жатырмын. Между первым и вторым воздух бар. Общий прогресс. Қазір тексеріп көрейік соны. Оның пайдасы тимесе, зияны тимейді. Тексерсек қазір тексерсек. Давайте қазір тексерейік. Бір воскресенье. Насосты өшірейік, Давайте қазір көрейік. Қазір мына блокты өшірейік та, мына блоктан прогонять етейік. Жоқ, қазір бізде проблема тұрған осы блокта, осыны шешіп Осы блок дежек те, онда 5-ші этажға давайте распределяемся все. И каждому по каждый үйден былай одновременно дренаж жіберейік. Ана жақтан жіберейік бәрін. Мына бізде Иван жұмыста, Фарида тоже жұмыста 28. Бұл жерде қазір мына қараш, үшеуіма 3 стояк кетіп тұр ғой. Үшеуінде кетті. Енді үшеуінің 5-ші этажының басынан жүйір көріп дренажға. Қазір бар ма екен, бәрін